Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағы 67-ші сабақ, 2-ші сынып. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз балалар. Бүгінгі тақырыбымыз көп бұрыштардың жіктелуі. Бірінші есеп, тік бұрыштың моделін пайдаланып, төрт бұрыштың бұрыштарын салыстыр. Не байқадың дейді және қорытынды жаса дейді. Бізге берілген суретте бұлар тік төрт бұрыштар екен. Барлық бұрыштары тік болатын төрт бұрышты тік төрт бұрыш деп атайды екенбіз балалар. Ережені жаттап аламыз. Екінші, әрбір тік төрт бұрыштың түстері бірдей, қабырғаларының ұзындығын өлше. Не байқадың және қорытынды жаса. Екінші номерлі тік төрт бұрышты сыз. Бізде бірінші суретте ұзындығы 3 см, ені 1 см тік төрт бұрыш берілген. Ал екіншісінде ұзындығы 6 см, ені 1 см-ге тең. Тік төрт бұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең болады. Және екінші нөмірлі тік төрт бұрышты дәптерімізге сызып аламыз балалар. Үшінші тапсырма. Барлық қабырғалар тең төрт бұрыштардың нөмірін ата және оларды дәптерге сыз дейді. Бірінші нөмірлі ұзындығы бізде 2 см, ені 2 см-ге тең. Екінші нөмірлі төрт бұрышымыз ұзындығы 3 см, ені 1 см-ге тең. Үшіншісі ұзындығы 1 см, ені де 1 см-ге тең. Төртіншісінің ұзындығы 3 см, ені 2 см-ге тең болып тұр. Бір және үшінші нөмірлі фигуралар бұлар шаршылар. Барлық қабырғалары өзара тең тік төрт бұрыш болып саналады екен балалар. Төртінші тапсырма. Тік бұрышты үшбұрыштардың нөмірін ата дейді. 1, 2, 3, 4, 5 бізге үшбұрыштар берілген екен. Тік бұрышты үшбұрышымыз бұл жерде бірінші және екінші номерлі үшбұрыштар жатады екен балалар. Бесінші амалдарды орында. 6 тәулік 2 сағат қосу 5 тәулік және 25 сағат тең. 6 тәулік пен 5 тәулікті қосамыз, 11 тәулік 27 сағат. Ол 27 сағатымыз 24 сағатқа жақын болып тұрғандықтан біз 12 тәулік және 3 сағат деп алайық. Және 3 жыл және 2 ай қосу 4 жыл 13 ай тең. 7 жыл қосу 15 ай тең. 8 жыл 3 айға тең екен. 8 дециметр азайту 2 дециметр 5 сантиметр тең. 80 сантиметр азайту 25 сантиметр тең 55 сантиметр. Оны дециметрге айналдыратын болсақ 5 дециметр және 5 сантиметрге тең екен. 1 центнерді азайтамыз 72 килограммнан тең, 100 килограмм азайту 72 килограмм тең 28 килограммға тең болады екен. Алтыншы тапсырма дәптерге сыз дейді. Барлық бұрыштары тік төрт бұрыш, 2 тік бұрышы бар төрт бұрыш және барлық бұрыштары сүйір 3 бұрыш сызу керек. Жалпы бүгін балалар бұрыштарды өтіп жатырмыз, сондықтан өздеріңе тапсырма осы 6-шыны өздерің сызасыңдар. 7-ші тапсырма фигураларды мынадай ретпен орналастырып, тік төрт бұрыш, тік бұрышты 3 бұрыш, 5 бұрыш, дөңгелек. Фигуралардағы буындардан құралған сөзді оқы дейді. Бұл жерде бірінші тік төрт бұрыш, одан кейін 3 бұрыш, одан кейін 5 бұрыш және шеңберді орналастырамыз. Сонда тамақтану сөзі шығады екен балалар. Жалпы дұрыс тамақтану дегенді қалай түсінесің, өз ойыңды айт. Сау болыңдар оқырмандар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Рахмет.